Бүгін 27 тамыз. Жатақханаға орналасуға кетіп бара жатырмын. Қазір құжатты тапсырып, бұйырса жатақханаға орналасу керек. Екінші курс оқу жылы басталды. Бұйырса жақсы өзгерістер осы қыркүйек айынан үміттер көп, өте көп. Бұйырса жоспар құру керек. Және сол жоспармен сол бір мақсат, әрекет жолында еңбек ету керек. Әзіліме келдім. Сағым қалыппын. Мына көріс жақсы көрінді. Просто керемет мына көріс. Қазір жатақханаға тіркелу процесі отыр. Уже тіркеліп үйдің уже заттарын алып жатырмын. Бұйырса бөлмемізге кіреміз. Қазір бөлмеме келдім. Қазір емес, негізі кеше келгем, кеше видео түсіргенім кеттім. Қазір бөлмедеміз. 4 жігітте жиналды. Қазір жатақханадан әлі оқу басталмады. 4 жігітте өзімен жаста, екінші курс, және де бірге жатақханада тұрғанбыз. Үшеуі группаласым. Өте керемет байды жатақхана. Осы жылға әзірге басталуда. Бұйырса қыркүйек айы, тамыз қыркүйек айлары менше оқу жылының басы бір сәтті берекелі басталады деген ойдамын. Сол. Мен ержетім. Әзудан сәлем саңа. Тайсың? Мен келем ма? Байқап. Видео тұрасыз ба? Иә, влог. Универге келдіңіз ба? Арайлым, менің жақыным, және перваш болып, студент болып, әздіға түсті, және бұйырса күтіп алуға, таныстыруға келдік. Егер проблемалар болатын болса, осында келеді. Порталдағы проблемалар, распен ауыр кезіндегі проблемалар. Бірақ өз басым келмеппін. Шүкір ма? Распен ауырып жатырмыз. Қазір распен ауырып жатырмыз. Бірінші курстармен бірге көмектесіп, қазір портал сметр езудің қиындығы бар. Ұмытың деген ойыншық болып болды ма деші? Мұнлардың бәрі перваштардың барлығы неяқтың бәрі сондай бар ма не? Мен Расми университеттің әміршілігінде шықпақ сіздерге. Порталдан уақытша шығамыз, жұмыс істемей жатыр. Құрметті студенттер, порталдан шығамыз. Бүгін таңғысқа шығамыз. Мересі екеуміз. Бұйырса таңға шығып алып күнін жалғасамыз. Уже таңғас ішіп болып, қазір жоспар құрып жатырмын. Жоспар құрғанда қазір бір қорытынды дейма, бір 18 жылғы бір не болды, балық шағым қалай өтті, неге қызықтым деген секілді осындай бір өзімше бір қорытынды жасап жатырмын. Бұйырса екінші курсқа бір алда бір жақсы жоспармен жақсы бір қадамдар басу үшін қазір осындан. Шындырақ бір ерекше жағдай, кешеден бері бірінші курстар келіп жатыр. Маған айтқан пікірлері сізді ютубтан көрдім деген, және ютубтағы видеоларыңыз шындырақ бір мотивация болды деген сөз, шындырақ бір влог. Осымен біршама адамдар болды. Ютубтағы влог өткен жыл түсіргенмін, және де езу туралы бір влогтардың да шығу себебі осы. Меніңше тамыз қыркүйек айының бір влогы. Пайдалы болды, егер езу туралы видеоларда мейлінше көрулеріңіз келсе, менің арнама тіркеліңіздер. Қалман! Қалай сайысқан түскен? Давай!
Biz restoranға қонаққа барамыз. Бөлмеге. Оған да қазір мен кіру керек. Қойш? Ой, заманауи ғой. Қорқынышты ие бар. Соңы. Ей. Айсқан? Семье қалса не болады? Табысты бере саламыз. Алматыға. Эзудағы қыркүйектегі блог, короче. Кеттік, рум-тур. О, мына Мансұрдың өтетін жаңа бізде Мансұр куратор. Мансұрдың оқушылары болдым сол айтпасын. Егер СДО-ға түсіп, екінші курста, бірінші курста қайта тұрғаныңызды білмесеңіздер, квартира жалдасаңыздар болады. Бағасы 200-ден жоғары. 4 бала 5 болып жатсаңыздар, пайда төлеуге тұруға болады. Мансұр, мен не ютубқа влог түсіріп отырмын, сені айттым дедім, Мансұрдың оқушылары тоқшы көретін шығар дейтін да мен. Мансұр ағайларың нерде? Ағайларың осылай өмір сүріп жатыр. Выживание. Осындай салиқалы достармен таныс болып. Мен енді сен отырмын? Соңына десем беймін? Өрт Контент болды ғой? тауды. Тұрам, әтей! Олайсың ба? Оқымадым. Жағымпаз адамдар ғана биікке отырады. Қазірдің өзі айыз, қазірдің өзі тола ғой. Меріз? Базан. Ел өзі ай қойып бермейді. Сен Үйеға түсіп қалды? Елдос Қариф ағайдың арқасында мен Қазақстан тарихын оқуға шабыт алған болатынмын. 19 ғасырдың соңғы жаңағы деген таралуы яғни көре алмайды. Ол таза идеология, иә. Қазір учаскеге келдік. Бір-екі жұмыс бар, оқу басталмай жатып. Бір белгілесу мақсатында келдік ағамызға. Құрылыстан шығып, жуынып шайынып, жатақханаға барады, сіз орынға. СДО келдік, СДО орынға. Так, бүгін 31-ші тамыз. Жатақхананың көрінісі. Қазір магазиннен қайтып бара жатырмын. Жастар дейтін магазин. Мен жиі келетін, және көптеген студенттер осында келеді. Егер бұйырса СДО-ға түсіп жатсаңыз, осында келсеңіз болады. Әсіресе апай керемет, өте күшті қызмет көрсетеді, сервис. Қазір порошок алдым. Порошок, және порошокпен қазір СДО-да киім жуатын боламыз. Киімдер кепкен соң осындай киім кеп тұру аппараттар бар. Осында салып, киімдерін сақ кетсеңіздер болады, негіз қасайын. Нұридың оқу жылына дайынсың ба? Дайын. Қалай дәлейсің дайын екен? Дезе. Бізде тарих сабағы аяқталды. Қыздар ежел орта ғасырлардағы дүние тарихқа барады. Осы лекцияның зал полный тарихшылардың сабағы, короче. Мынау СДО. Дедім, қалай өтті сабақ, бір сабақ?
бірінші сабақ маған өте қатты ұнады. Енді біздің бірінші курста бізде осы Елдос ағай бізбен бірге сабақ өткен болатын. Енді біз ойлағанбыз, бірінші курс екінші семестрінде бізге Елдос ағай берген жоқ, келмейміз деп, бірақ айналып кетіп тұр. Оған біз өте қуаныштымыз. болашақ перваштарға, тарих перваштарға не айтасың Елдос ағай? Тарих перваштарға енді ең бірінші берер кеңесім, Елдос ағай бір әзіл айтсаң күліңдер. Перваштар бірінші сабақтарын дұрыстап оқыңдар. Елдос ағай ғылыми мақала жаздырдуы мүмкін. Сөз, соларды уақытында жазыңдар. Түр бермеңдер, главный. Аяқта жазатындарың маңызды емес. Әйтеуір жазып, түр бермей тапсырып тастаңдар. Алдағы оқуларыңа сәттілік. Әдемі, күшті. Уақытты дауыспен әнін аяқтағанда зал толқып қол шапалақтайды. Біз қазір Реал мен Қайраттың ойынын тамашалауға жатақханада барлығымыз отырмыз. Тамашалауға дайындалып отырмыз как раз. Осылай бүгінгі 30-шы қыркүйек айдың соңына және айды осылай қорытындыласақ болады. Бір керемет ойынмен, қолдаумен, рухтық ойынмен просто болды.